Ассалаумағалейкум. Біз қазақ болғаннан кейін тойшыл қауымыз, тойға бармай тұрмаймыз. Ал тойға барған кезде міндетті түрде тілек тізгіні бізге келетін ақиқат. Ал енді асаба жолдас тілек айтыңыз деп микрофон ұсынған кезде көптеген кісілерді көрем, бірінің артынан бірі тығылып, микрофонды ұстауға қорқып, қашып жатады. Себебі ойында, аузында іліп алатын жақсы тілек сөзі жоқ. Негізі ұят нәрсе, дені дұрыс тілек айта алмаған. Қаншама тойға барып жүріп, қаншама тойдың куәсі болып жүріп, бір әдемі тілек айта алмау негізі өте сын. Енді әдемі тілекті қаяқтан аламыз, қайдан аламыз дейтін болсаңыз, мен сізге қысқаша бір имани тілек айта кетейін. Бүгінге, ертеңге басқа тілек айтамыз. Бүгінге, егер ер азамат болсаңыз, бұлай тілек айтсаңыз болады. Намаз оқитын болсаңыз өзіңіз. Ассалаумағалейкум, арма қазақ. Алланың 18 мың ғаламның Раббысы бір Алланың атымен бастайын. Бүкіл мақтау мадақтың барлығы құдіреті шексіз Аллаға болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға Алланың игілігімен салауат пен сәлем болсын. Ең әуелі бірінші Алланың арқасында осындай тойға куә болып отырғаным, осындай тойға жасауға мүмкіншіліктеріңіз болып отқан сіздердің де Алланың арқасы. Той иелеріне қарап, аға жеңге, әпке жезде немесе. Қаншама кісілер өткен өмірден баласына бір той жасап бере алмайды. Міне сіздерге нәсіп болған екен осындай үлкен той жасау. Осынша көпшілікті шақырып, көптің батасын алу. Міне ниеттеріңіз қабыл болсын, Алла тағала тілеген тілектеріңізді қабыл етсін. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Бүгінгі той араға жыл салып бесік тоймен жалғасын. Иншалла сол тойдың да куәсі болуға бізге нәсіп етсін. Ал енді 2 жасқа тілек. Айналайын 2 жас. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды дейді Қадыр Мырза атамыз. Сол секілді бақыт дегеніміз, оны көре білу керек. Бақыт дейді, қадірлегеннің қасында, бағалағанның басында дейді. Бақыт дегеніміз ол бір үзік сәттерден тұрады. Мінекей, бүгін сіздер бақыттысыздар. Себебі осынша көпшілік сіздер үшін келіп отыр. Осынша көпшілік сіздер үшін әдемі тілектер айтып отыр. Міне сіздердің бақытты күндеріңіз бүгінгі күн. Осындай бір күндерден, бір үзік сәттерден тұрады бақыт дегеніміз. Осындай бақытты сәттерді көре білетін Алла тағала сіздерге көз берсін. Себебі Алланың алғанын емес, бергенін көре білу керек. Алланың алғанын емес, бергенін көре білетін көз берсін, әдемі, жақсылықты көретін. Екінші сіздерге адалдық тілеймін. Өмірге, бір-біріңізге, қоршаған ортаға адал болсаңыздар. Адал болған адам ол таза болады. Тазалық дегеніміз иманның жартысы. Иә? Сіздерге тазалық тілеймін, адалдық тілеймін. Адалдық бар жерге бақыт, байлық бәрі үйірі болады. Бақыт қайда барасын? Ынтымаққа барамын дейді. Ынтымақтарыңыз мықты болсын. Сіздерге тек жақсылық тілеймін. Осындай бір өзік бақыт сәттеріңізді бағалап, бір-бірлеріңізді қадірлеп, әке-шешені қадірлеп, осы кісілердің разылығын алып қалуды Алла тағала нәсіп етсін сіздерге. Пайғамбарым Мұхаммед Мұса саллаллаху алейхи уассалам айтқан, мен үйленіңізді мен үмметтерімнің көптігімен мақтанамын. Міне, үйленген алғашқы қадамды жасадыңыздар, енді көбейіңіздер, ұл көріңіздер, қыз көріңіздер. Қызды болып қылықтымен жолдас болыңыздар.
ұлды болып имандымен жолдас болыңыздар. Өсіңіздер, өніңіздер, аман болыңыздар. Тойларыңыз тойға ұлассын. Осы той осында келген баршаға жұғысты болсын. Аман болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп тілек білдірсеңіз, тойда отырған 300 адамның құлағын түріп сізге қарайтын ақиқат. Оған мен көзім жетеді сөзсіз. Себебі Алланың атымен бастап тұрғаннан кейін жай пенделердің назары сөзсіз бұрылатын ақиқат. Кез келген нәрсе Алланың атымен басталатын болса, ол істе де, ол сөзде де берекет болады. Осы тілекті өзіңізге түртіп алыңыз. Түртіп ала алмасаңыз, жаттай алмасаңыз, тілек айтқысы келіп жүрген кісілерге жолдап қойыңыз. Жақсы сөздің жарымы ырыс, тең жартысы ырыс деп тұр. Жақсы сөйлеп үйреніңіздер. Аман болыңыздар, той көп болсын. Тойға барғанда айтатын сөз болсын. Ой санамызда. Аман болыңыздар.